Қайырлы күн. Бүгін крахмалдан жасалатын ашланфу салатын ұсынбақпын. Осылай крахмалымызға салқын суды құямыз да әбден араластырамыз. Жаңағы араласқан крахмалымызды қайнап тұрған суымызға араластыра отырып құямыз. Осылай қоюланады. Одан кейін салқын жерге қойып қатырып аламыз. Бізге керек заттар: көк пияз, кинза, ашты бұрыш, қияр, имбир, чеснок. Осылардың бәрін жақсылап жуып, тураймыз. Қиярымызды теркадан өткіземіз. Майымызды құйып осылай қатты қыздырамыз. Соя соусын, бұрыш бәрін саламыз. Жаңа қызып тұрған майымызға ходжуа приправасын саламыз. Қызып тұрған майымызды осы туралған заттардың үстіне құямыз. Ендігі кезекте крахмалымызды тураймыз. Бәрін осылай бетіне құйып, қиярымызды жан-жағына саламыз. Бетіне көк шөптерімізді себеміз. Өте дәмді салат, астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіз.